Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тағы да Айша тағам арнасы. Бүгін сіздермен осындай керемет нәзік сүбеден жасалатын бәліштің рецептісін ұсынатын боламын. Осындай керемет бәлішті жасап көру үшін видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Әдеттегідей, қажетті ингредиенттерді видеоның астына қалдырып кетемін. Бізге ең алдымен ұн керек, маргарин немесе кәдімгі сары май. Бірақ сары майды қолдануға кеңес беремін. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұн керек. Сары майымыз өте жұмсақ болу керек. Қолымызбен қатты басамыз. Біркелкі қылып илейміз. Енді қантымызды қосып, қопсытқыш қосып, бір тал жұмыртқа, жақсылап крошка болғанша араластырамыз. Осы аралықта бізге тез қолымызбен жұмыс істеу керек. Себебі сары май қолдың жылулығынан еріп кетуі мүмкін. Қараңыздар, осындай крошка болды. Енді формамызға саламыз. Қараңыздар, біз қазір барлығын салмаймыз. 2-3 ас қасық крошкамызды сүзбелі бәліштің үстіне алып қаламыз. Қолымызбен қатты басамыз. Бір келкі қылып, шет жақтарын, ортасын, барлығын бір келкі қыламыз. Енді осы тұрған бойында холодильникке 5-10 минутқа қоямыз. Бізге енді керегі сүзбе және де қаймақ, бір жұмыртқа, қант. Ең алдымен сүзбемізге қантымызды қосамыз. Қаймағымызды қосып, бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Миксерлейтін кезде сіздерде де осындай ұсақтағыш миксер болуы тиіс. Себебі бұндай болмаса, ол ірімшіктеріміз іртік болып қалады. Міне осындай сұйық масса болды. Енді формамызды алып, бетіне құямыз. Бетіне жаңағы алып қалған крошкамызды ақырындап дөңгелетіп себеміз. Міне дайын. Енді пеште 180-190 градуста 40-45 минут пісіреміз. Енді мен әсемдеу үшін бір киви және де құрма қосатын боламын. Осыларды әдемілеп турап аламын. Егер сіздер алма қосатын болсаңыздар, видеодағыдай алмаңызды да кесіп дайындап алыңыз. Кесіп алдық. Бәлішіміз дайын. Шамамен 45 минуттай пісті. Бірақ мен формасынан бір жарты сағаттан кейін бірақ шештім. Себебі ол кішкене суыған кезде ғана формасынан тез алынады. Байқасаңыздар, шет жақтары ортасы көтерілген болатын. Ол өте жақсы. Себебі көтерілгені дұрыс. Бәлішімізді қолмен ала салмаймыз. Осылай сырғытып түсіреміз. Ал енді кивимен, құрмамен әсемдейміз. Ал сіздер өз қалауларынша, өз фантазияңызға байланысты әсемдесеңіздер болады. Мысалға, орехпен әсемдесеңіздер болады жан-жағын. Алма, гранат. Қазіргі таңда қолжетімді өсімдік түрлерінен әсемдеуге болады. Ал сіздермен бірге болған Айша тағам арнасы. Алдағы уақытта сәтті, дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, өз ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.